Бүгін операторлық әдісте тағы да бір есеп шығарып көреміз. Бұл жерде бізде операторлық әдіс бойынша біз белгілі бір элементтің кернеуін немесе белгілі бір тармақтың тоғын қалай анықтау керек, соны қарастырамыз. Бізде мынандай қарапайым схема беріледі. Бұл бізде бірінші реттік. Бұнда тек қана бір реактив элемент тұр. Реактив элемент ретінде конденсатор көрсетілген. Енді осы схемада бізде берілген мәліметтер бар. Бізге U1 аттыны табу керек, I2 аттыны, U3 аттыны табу керек. U1 атты деген белгілі бір элементтің кернеуі, өзгеру заңдылығы. Ол мына U1 индексіне қараймыз. U1 атты деген сәйкесінше R1-дің кернеуі. I2 атты деген мына тізбектің бойындағы R2-ның бойымен жүретін I2 тоғының коммутация кезіндегі өзгеру заңдылығы. U3 атты дегеніміз мына конденсатордың коммутация кезіндегі өзгеру заңдылығын анықтау керек. Бұны біз операторлық әдіспен анықтаймыз. Ең бірінші әдеттегідей бастапқы тәуелді шартты анықтаймыз. Бастапқы тәуелді шартта конденсатордағы кернеудің коммутацияға дейінгі мәні анықтау керек. Оны анықтау үшін біз конденсаторға қараймыз, оған параллель тармақты іздейміз. Дәл қазір бізде екі параллель тармақ бар, біреуі мына оң жағында, біреуі сол жағында. Біз электр қозғаушы күші жоқ тармақты аламыз. Электр қозғаушы күші жоқ параллель тармақ міне тұр. Ондағы кедергі R2, біз білеміз, параллель жалғанған тармақтардың кернеулері өзара тең болады. Сол себептен конденсатордың кернеуін параллель тармақтағы актив кедергінің кернеуіне теңестіреміз. R2 кедергісінің кернеуі UR2-ке тең. Енді оны Ом заңымен ашып жазатын болсақ, осының бойымен жүретін тоқтың кедергі көбейтіндісі. Ал бұл тоқты анықтау үшін тізбекте тоқтың жүріс жолын тауып аламыз. Тоқ бізде мына электр қозғаушы күштен басталады. Мына түйінге келгенде конденсатор тұрған тармақ үзілген тармақ болып саналғандықтан, ол неге үзілген тармақ деп айтамыз? Себебі конденсатор деген ол екі металл бет және арасында диэлектриктен тұрады. Диэлектрик тоқ өткізбегендіктен аралықты біз үзілген тармақ деп қараймыз. Сонда тоғымыз электр қозғаушы күштен басталып, R2 мен R1 мен арғарай электр қозғаушы күшке қайтып келеді. Сонда тоқты анықтау үшін тізбектің бойындағы біз R1 мен R2 кедергісін ғана аламыз. Осыдан шыққан тоқты мына UR2-ні анықтайтын формула қоятын болсақ, бастапқы тәуелді шарт шығады. Бастапқы тәуелді шартқа сонымен қатар IL 0- да кіреді. Бұл катушканың бойындағы тоғымыз. Схемада катушка болмағандықтан міне тұрған шаманы алмаймыз. Ал егер тура осында есеп және конденсатордың орнында катушка тұратын болады деп есептейтін болсақ, онда біз уже мына UC емес, мына катушканың бойындағы тоқты анықтайтын болушы едік. Ол жағдайда бізде уже есептің шарты өзгереді. Онда тоқты анықтау формуласымен жере тоқтаны табамыз, кернеуге өтпейміз, тоқты табумен аяқталамыз. Дәл қазір бізде тек қана конденсатор, сол себептен біз катушканы ескермейміз. Операторлық әдіспен анықтаған кезде екінші этап коммутациядан кейінгі схеманы саламыз. Коммутациядан кейінгі схемада біз кілттің күйін өзгертеміз. Дәл қазір коммутацияға дейін кілтіміз ашық тұрған, коммутациядан кейін ол мына стрелка кілттің болашақта жабылатынын көрсетіліп тұр. Кілт жабылады. Кілт жабылатын болса, R3 кедергісі кілтпен тұйықталып тізбектен жойылып кетеді. Сонда схемада мына ортасында R3 кедергісі жойылып кетті. Және операторлық әдісте бізде қана коммутациядан кейінгі схеманы қоймаймыз, ол схеманың бейнесін көрсетеміз. Мына тұрған схема коммутацияға дейінгі бұл түпнұсқа, оригинал. Ал коммутациядан кейін операторлық әдісте оның кескін дейді, немесе бейне дейді, изображение дейді орысша. Сол мәнін, сол жаңағы схемасын саламыз. Бұл схемада бізде көптеген параметрлар өзгеріп кетеді. Кірістегі электр қозғаушы күш Е бөлінген П деп жазылады. Конденсатордың дәл қасында тағы бір электр қозғаушы күш пайда болады. Оның бағыты осы конденсатордың бойымен жүретін тоқтың бағытына міндетті түрде қарама-қарсы болады. Белгіленуі U0 0 бөлінген П болады. Мына тармақтағы тоқтарымыз үлкен әріппен және П оператордан тәуелді
жаңағы тәуелді ретінде жазамыз. i1 ат p, i2 ат p, i3 ат p. Енді осылай схеманы салып болғаннан кейін біз есімізде бар болатын болса, классикалық әдісте бізге осындай белгілі бір элементтің немесе тармақтың тоғының немесе кернеуінің өзгеру заңдылығын анықта дейтін болса, біз классикалық әдісте ең бірінші схемадағы реактив элементтің параметрларын тауып алатынбыз. Реактив элемент, мысалы, конденсатордың тоғының өзгеру заңдылығын, кернеуінің өзгеру заңдылығын бірінші тауып аламыз да, сол екі мән арқылы, сол екі заңдылық арқылы іздеп отырған параметрларды анықтайтынбыз. Бұл классикалық әдісте. Ал операторлық әдісте олай жасамайды екен. Операторлық әдісте нені анықта деп тұр, сразу соған ауысып кетеміз. Сразу осыларды анықтап тауып кетеміз. Мен үш өзгеру заңдылықты анықтауды көрсетемін. Яғни схеманы салып болғаннан кейін нені тап деп тұр, соны сразу жазып кетеміз. Мысалы, утс аттыны тап дейді. Утс аттыны табуымыз керек. Қаз формуласын жазамыз, i2 аттының формуласын жазамыз, және u1 аттының формуласын жазамыз. Егер біздің функциямыз уақыттан тәуелді болатын болса, онда ол түпнұсқа. Операторлық әдісте түпнұсқамен жұмыс жасамаймыз. Операторлық әдісте біз бейнемен немесе кескінмен жұмыс жасаймыз. Яғни утс атты түпнұсқадан біз оның кескінін тауып аламыз. Утс аттының кескіні утс ат p деп белгіленеді. Оны анықтайтын формуланы жазып аламыз. Конденсатордың кернеуін анықтайтын формула тұрақты белгілі бір формула. Бұл ешқандай схемаға тәуелді емес, бұл формуланы жаттап алу керек. Енді осы формулаға қарайтын болсақ, ол утс аттыны табу үшін біз бірінші оның кескіні утс ат p-ны тауып алуымыз керек. Утс ат p-ның формуласы міне тұр. Енді оны жеке-жеке қарайтын болсақ, ол итс ат p көбейту 1 бөлінген pc қосылған утс ат 0 бөлінген p. Осы жерде итс ат p-ны бізге белгісіз, итс ат p-ның формуласы керек. Оны табу үшін схемаға қайттан ораламыз. Бізде операторлық әдістің негізгі мағынасы дифференциалдық теңдеулер жүйесін аттап өтіп, біз алгебралық теңдеулер жүйесімен жұмыс жасауымыз керек. Алгебралық теңдеулер жүйесіне біз тойы бірдегі жаңағы контурлы тоқтар әдісін, немесе түйіндік потенциалдар әдісі, немесе қос түйіндер әдісі сияқты әдістерді қолдана отырып, кез келгенін қолдана аламыз операторлық әдісте. Мысалы, мен мына жағдайда контурлы тоқтар әдісімен есеп шығарамын. Сол себептен схемада біз неше контур бар екенін санап аламыз. Мынау бірінші контур болады, мынау екінші контур болсын. Контур тоғының бағытын қоямыз. Контур тоғының бағытын немесе сағат тілмен бағытта салуға болады, немесе қарама-қарсы салуға болады. Ол белгілі бір шарт болып табылады. Ол ешқандай онда тұрақты белгілі бір қалыптасқан заңдылық жоқ. Мысалы, мен мына жерде есебім оңай болу үшін мен қарап алам, схемада электр қозғаушы күш мен тоқтардың қайсы бағыттары көбірек. Мысалы, менде сағат тіліне қарсы, мынау да сағат тіліне қарсы, сондықтан бірінші контурдың тоғын бағытын сағат тіліне қарсы алдым. Екінші контурда да сағат тіліне қарсы бағыт көбірек болып тұр. Сол себептен екінші контурдың да бағытын, тоғының бағытын сағат тіліне қарсы аламын. Контурдың тоғының бағытының қойып болғаннан кейін бірінші контурдың тоғын i1-1 деп белгілеймін, екінші контурдың тоғын i2-2 деп белгілеймін. Енді осы екі контурдың тоғы арқылы біз қалған тармақтың тармақтың тоқтарының формуласын жаза аламыз. Біз жаңа итс ат p-ны табуымыз керек болған, осыған формула жазуымыз керек. Соны контур тоқтары арқылы итс ат p-ны қалай табамыз? Итс ат p-ға қараймыз, қай жерде орналасқан? Ол менде ортаңғы тармақта орналасқан. Ол екі контурға да тәуелді. Сол себептен итс ат p-ны табу үшін мен бірінші контурдың тоғын және екінші контурдың тоғын ескеремін. Міне тұр. i2-2 ат p, i1-1 ат p. Мына итс ат p-ның тоғының бағытын қараймын. Итс ат p тоғының бағыты бірінші контурдың бағытымен қарама-қарсы. Сондықтан i1-1-дің алдына минус қоям. Итс ат p тоғының бағыты екінші контурдың бағытымен бағыттас. Сондықтан оның алдына плюс қоям. Осылайша мен итс ат p-ның формуласын тауып алдым. Ол i2-2 ат p минус i1-1 ат p. Осы тұрған формуланы итс ат p-ға келіп қойсам, мен мынандай бір өрнек алам.
Бұл өрнек әлі толық емес. Маған айтса, мына екі тоқты білу керек. Содан кейін барып, одан шыққан өрнекті мұнда кеп қойып, жаңағы ортақ бөлімге келтіріп, ықшамдап, белгілі бір алымы бар, бөлімі бар, бір өрнек алам. Сол менде қорытынды өрнек болып табылады. Әзірге мынау бастапқы формула болып қалады. Келесі мен іздеп отырған параметрім ол I2 атты. Міне I2 атты. Оригиналдан мен түп бейнеге ауысып алам, изображенияға. I2 аттының бейнесі I2 ат П деп жазылады. Ал I2 ат П-ны табу үшін маған формула керек. Оны мен контурлы тоқтармен анықтаймын. Сонда I2 ат П-ны схемадан тауып алам, қай жерде орналасқан. I2 ат П міне түрменде. Ол бірінші контурға тәуелді. Тек қана бірінші контурға. Сондықтан I2 ат П-ны мен бірінші контурдың тоғына теңестірем. I1 ат П-ға. Енді I2 ат П-ның тоғының бағытын іздеп отырған контурдың тоғымен салыстырам. Екеуі де бір бағытта. Сондықтан I1 ат П-ның алды оң таңбалы болып қала береді. Егер қарама қарсы болып қалса, тармақтың тоғы мен контурдың тоғында алдына минус қоямыз. Мына I2 ат П-ның формуласын жазып алдым. Менде бар. Келесі іздеп отырған функция U1 атты. U1 аттыны жазып алам, бұл менде түп нұсқа. Оның бейнесін жазам. U1 ат П-ның бейнесі U1 ат П болады. U1 ат П-ның формуласы міне тұр. I1 ат П-ны көбейтем R1-ге. Яғни U1 ат П деген мұнда орналасқан R1. Ом заңы бойынша кернеу табу үшін тоқты кедергі көбейтемін. Сонда кедергі R1 бар, боймен жүретін тоқ I1. Міне тұр. Мүнері I1 электр қозғаушы күштен шыққан тоғымыз мына түйінмен мүнері түйіннің арасында. Бірінші тармақта орналасқан бұл I1 ат П. Яғни бірінші тармақтың кез келген элементінің бойымен I1 ат П тоғы жүреді. R1 көбейту I1 ат П формуласын жазып алдым. I1 ат П-ны контурлы тоқпен өрнектеймін. Яғни қарайым, I1 қай контурға тәуелді. I1 тек қана бірінші контурға тәуелді. Сондықтан I1 ат П-ның екінші контурға тәуелді. I1 ат П-ның орнына I2 ат П деп жаза салам. Сонда мен есептің мағынасы контур, жаңағы тармақтағы тоқтардың бәрін контурдың тоқтары арқылы өрнектеу. Содан кейін барып, мынандай қажетті жаңағы бейнелерді тауып аламыз. Осылайша іздеп отырған функциялардың формулаларын анықтап болғаннан кейін біз именно осы формуладағы ең керекті параметрлар ол I1 ат П мен I2 ат П-ны анықтау. Егер мен осылардың өрнектерін білетін болсам, шыққан мәнді мына формулаларға қоя отырып, мен бейнелердің формуласын тауып алам, бейне арқылы түпнұсқаға ауысам. Келесі менің тапсырмам I1 ат П мен I2 ат П-ны анықтау. Контурлы тоқтар әдісімен теңдеулер жүйесін құрамыз. Оны алдыңғы сабақтарда айтылып өткен. Онда құру үшін сол алдыңғы сабақтардан қараймыз. Қалай құру керек екенін. Жерде мен теңдеулер жүйесін құрдым. Мына тұрған теңдеу бірінші контурға арналған, мына тұрған теңдеу екінші контурға арналған. Осы теңдеулер жүйесі арқылы дельтаны жазам. Дельтада коэффициенттарды қойып шығамын. Бірінші баған I1-дің коэффициенті болып табылады. Міндетті түрде реттілікті бұзбауымыз керек. Екінші баған I2 ат П-ның коэффициенті болады. Коэффициент ретінде міне жақшаның ішіндегі тұрған кедергілер коэффициент болып табылады. Матрицаны жазып болғаннан кейін мен бұны өстіп қалдырмайым, көбейтем диагональна. Мына екеуін көбейтем, одан алам мынаны. Ары қарай дельта 1-1-ді жазамыз. Бірінші бағанды алып тастаймыз, орнына электр қозғаушы күштердің бағанын қоямыз. Тағы да диагональ бойынша көбейтіп ортақ бөлімге келтірем. Сонда менде мынандай бір өрнек пайда болады. Дельта 2-2-ні табамыз. То же самое бірінші бағанды қалдырамыз. Дельтаның екінші бағанға теңдіктің оң жағындағы электр қозғаушы күштерді апарып қоямыз. Тағы да ықшамдаймыз, ортақ бөлімге келтіреміз, қалдырамыз. Ары қарай осы шамалар арқылы іздеп отырған I1 ат П, I2 ат П-ны табамыз.
и бірді бір атпыда дельта бірді бірді бөліміз дельтаға. Мына жерде міне бөлгенде бөлшектерді өзара бөлген кезде бөлінгеніміз теріс аударылып көбейту болып келеді. Содан кейін қысқартатын тұстарын қысқартып тастаймыз. 2-2 атпыда дельта 2-2-ні дельтаға бөліміз. Міне мынау дельта 2-2, мынау дельта. Дельтада мынау төңкеріліп барып көбейтіледі. Оны математика курсынан білеміз. Осылай 2-2-ні тауып аламыз. Содан кейін уже өзіміздің бағана бастапқысында құрастырып алған формулаларымызға қайтып ораламыз. Мысалы, 2 аттыны табуым керек болған. Оның кескіні 2 атпы деп көрсетілген. 2 атпының формуласын i1-1 атпыға теңестіргеміз. i1-1-ді міне біз тауып қойдық. Міне өрнек соны жер әкеліп көшірдім. Соның алымын f1 деп белгіледім. Бөлімінде қараймын. Бөлімінде жақшаның сыртында p бар ма, жоқ па? Егер бөлімінде жақшаның сыртында p бар болса, онда міне тұрған жақшаны f3 деп көрсетем. Осылай белгілеп алған соң, ары қарай уже түпнұсқаға ауыса бастаймыз. Мына бөлімін f3-ті белгілегеннен кейін сипаттық теңдеудің түбірін анықтаймыз. Сипаттық теңдеудің түбірін бөлімнен аламыз. Жақшаның сыртында біз математика курсынан білеміз, егер екі жақшаның екі жақшадан тұратын теңдеуді нольға теңестіретін болсақ, немесе бірінші жақша нольға тең, немесе екінші жақша нольға тең, мына дәл солай, немесе p нольға тең болу керек, немесе мына тұрған жақша нольға тең болу керек. Сондықтан егер бөлімінде жақшаның сыртында p болса, сипаттық теңдеудің түбірі екеу болады. Біреуі p тең 0 деген түбір, екіншісі f3 тең 0 деген түбір. Нөрі тұрған жақша. f3-тің орнына f3-ті мен ашып жаздым, 0-ға теңестірдім. Белгілі мәндердің бәрін жазып шықтым, p-дан басқасын. Осы жерден p-ны тауып алдым. Минус 1429 шықты. Енді 2 ат p-дан 2 аттыға қайтадан кері ауысамын. 2 аттыға ауысу үшін міне тұрған формуланы қолданамын. Осы жерде міне бірінші жаңағы f алымына 0-ді қоям, бөліміне 0-ді қоям. Сонда міне бірінші жаңағы сипаттық теңдеудің түбірін қолданам. Алымы f1 деп міне көрсеткеміз. Осы жерде p-ның орнына 0 қойып тастаймын. Сонда міне мынау қазір ол туралы қарап өтеміз. В общем, мына жерде негізгі оригиналға ауысу формуласы міне тұр. 2 атты. Ал мына жерге көңіл аударатын болсақ, p көбейту f3 штрих атпы. Мына штрих дегеніміз ол туынды. Мына туындысы. P-дан туынды тапқанда бос сандарымыз 0-ға тең болып қалады, мына p 1-ге тең болып қалады. Сонда менде r2, r1 сығана қалады. Міне мынау жаңағы 2 аттының формуласы. Осы жерде міне алымында бағана f1-дің бәр сан мәндерді қойып шықтым, p-ның орнына 0 қойдым. Бөлімінде тоже сан белгілі мәндерді қойып шықтым, f3-ке, f3 деген жақша ғана болған. p-ның орнына 0 қойдым. Соң кейін келесі қосу дедім, мына тұсқа ауыстым. f1 атпы. f1 деп белгілеген алымында p-ның орнына минус 4029-ды қойдым. Бөлімінде міне тұрған p-ға жаздым, минус 4029, ал мына туындысына p-ның орнына 0 қойдым. Туындысында тапқанда p жоқ болып кетті, p-ның орнына жаңағы минус 4029 қоюым керек болған. Туындыны тапқанда ол жерде p жоқ болып кетті. Тек қана нақты сандар қалды. Соны жазып қойдым. Содан кейін калькулятормен есептедім. Сол кезде менде 2 аттының жаңағы мәні анықталып шықты. Не тұр? Дәл солай u1 атпыны табамыз. u1 атпыда 2-2 атпы көбейту r1. Мынау 2-2 атпы. Оны көбейтім r1-ге. Мынау алымына көбейтіледі. Алымын f1 деп белгілеп алдым, бөлімін f3 деп белгілеп алдым. И ары қарай уже осы мәндер арқылы u1 аттыны таптым. Бұл жерде уже сипаттық теңдеудің түбірін қайтадан анықтап қажет жоқ, оны бір рет анықтап қойғанбыз. Міне мына формулаға апарып қоя салдым. Дәл солай қалған тәсілдерді де шығара береміз.